сәлем. Қалайсың? Көңіл-күйің қалай? Барлығы жақсы ма? Соңғы кездері өзіңді қалай сезініп жүрсің? Көздерің кішкене шаршаң болып көрініп тұр. Барлығы жақсы болса, онда супер. Так, бүгін мен сені ұйықтатам. Жарай ма? Астарына массаж жасап берейінші. Білесің ба, осылай массаж жасаған қасқа жүрекке пайдалы. Және мен көбіне шаршап отырған кезде осы массаж жасаймын. Сол кезде күшті бір жеңілдікті сезінемін. Сондықтан да саған жиі жасауға кеңес беремін. Және осы маңдайға массаж жасау тоже өте күшті әсер етеді. Сенің жаңа бізге бөлге секілді беттеріңе де кішкене массаж жасадым. Енді қазір мен сенің бойындағы негативті энергияларды алатын болып жүре ма? Сосын күшті болып ұйықтайсың.
Сенің бойындағы барлық жаман энергияны алып тастадым. Енді сен бүгін қалың ұйқыға кетесің. Енді сені еш нәрсе де оята алмайды. Тәтті түс көріп, тәп-тәтті болып ұйықтауыңды тіледім. Ботам. Қайырлы түн, ботам. Қайырлы түн, ботам. Қайырлы түн, қайырлы түн. Қайырлы түн, қайырлы түн, қайырлы түн, қайырлы түн, қайырлы түн. Достар, келесі видеода ұлдардың есімін айтып, видео түсіргім келіп отыр. Егер сіз ұл болсаңыз, өзіңіздің атыңызды пікірге қалдырыңыз, немесе өздеріңіздің естігілеріңіз келетін ұлдардың есімдерін пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Және видеоны лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.